Сәлем менің YouTube каналымның көрермендері. Кеше мен осындай клубника алдым да, содаға, тұзға 5 минутқа салып жуып алдым. Одан кейін жақсылап кептіріп, мындай түптерін барлығын жақындатып көрсетші. Түптерін барлығын осылай тазалап кесіп алдым. Мына жерде шамамен бір 3 килограммдай клубника бар. Енді біз бүгін клубникадан варенье жасаймыз. Үшін клубникамыз дайындап алды, жақсылап. Енді үстіне 3 килограммның жартысы 1,5 килограмм, мен 2 килограмм қант саламын үстіне. 3 килограммға 2 килограмм қант кетеді. Килограмм кетті. Енді қойып қоямыз біраз сағатқа. Мына клубниканың суы шығуы керек. Сосын арасында осылай астынан төбесіне қарай араластырып аламыз. Негізі клубника варенье жасаудың 2 түрлі әдісі бар екен. Біріншісі ол кәдімгідей осылай мұжып қантпен араластырып морозилкаға сразу сала салу. Сосын кез келген уақытта морозилкадан алып жесеңіздер болады. Ал екінші тәсілі мен қайнатып жасағым келіп тұр. Өйткені осындай клубника бүтін болып тұрған ұнайды маған вареньенің ішінде. Ал мен малинаның вареньесін алдындағы солай езіп жасаған болатынмын. Морозилкада сақтап ше. Солай араластырып қоямыз да. Енді қанты ерігенше күтеміз. Вареньеміздің суы шықты, енді газға қойып қайнатып аламыз. Міне осылай көбігі шыққан кезде көбігінің барлығын алып тастаймыз. Міне қараңыздаршы көбігін. Осылай көбіктерін алып тастаймыз. Бір қайнатамыз да и өшіріп суытамыз, содан кейін біздің вареньеміз дайын болады. Міне бір қайнатып болғаннан кейін осындай болып тұр мінекей. Енді астығын қосып тағы бір рет қайнатамыз. Одан кейін біздің вареньеміз уже дайын болады. Күшті. Красота. Біздің вареньеміз дайын болды. Енді осылай банкамызды булап аламыз да. Вареньемізді жақсылап құямыз. Сосын қақпағын қатты жауып сақтай береміз. Өте дәмді болып осындай варенье дайындадым. Сіздер де дайындап көріңіздер. Дайын болған вареньенің барлығын осылай құйдым банкамызға. Осы банкалардың барлығын интернеттен заказ беріп алғыздым. Енді кейін тағы малина смородинаның вареньесін дайындайтын боламыз. Менің рецепттарым ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыз, және достарыңызға таратсаңыздар болады. Достар, дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дәмі өте әдемі, ерекше, және ең бастысы клубникалар осындай бүтін болып тұрады екен. Өте күшті рецепт. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Міне осылай клубника вареньеміз дайын болды. Цветі де өте әдемі, қанық осындай варенье дайын болды. Ас болсын достар.